Адам тек жақсылыққа ұмтылып, жақсы әрекет жасауға ұмтылуы қажет. Бірақ көпшілік қауым өзінің кейбір кішкентай кемшіліктерін әсерінен бір орында қалып қояды. Мұндай жағдайда біз өмірімізді өзгертуге біршама қадам жасай бастаймыз. Осы тақырыпты зерттеуде мен де бірнеше қызықты мәліметтерді жинадым. Сәлем, сіздермен бірге Сұлтан Спорт. Біз бүгін қалай өзгеруге болады, 360 градусқа өзгеруге болатыны туралы айтатын боламыз. Яғни оның 60 жолы бар екен. Баршамыз көп еститін, көп білетін, бірақ баршамыз қолданысқа енгізе бермейтін психологиялық жол. Көпшілігіміз психологтардың баруға жүрексенеміз. Әлде ұяламыз ба, әйтеуір елімізде психологтардың беделі асып жатқаны шамалы. Өзіңді өзгертудің ең үздік жолы психология, мистика немесе тренингтер емес, тұлғалық стратегия жолымен өзгеру жобасы. Бұл жоба өміріңізді алға қарай жылжытуға, тұлғалық стратегия құралдармен жұмыс жасауға, шынайы нәтиже беруге көмектеседі. Ол үшін ең басты қадам: жаңа өмірдің барлық нұсқалары мен басты мақсаттарыңызды анықтап алыңыз. Жаңа өмір туралы нақты шешім қабылдаңыз. Практикалық және шынайы өмір бастау. Жоспар, әрекет, нәтиже. Қанша уақыт қажет? Өміріңізді өзгертуге арналған жобаға күніне 10 минут бөлсеңіз де жеткілікті. Уақытыңыздың жалпы инвестициясы мен күш жұмсағаныңызды мектептегі бір пәнге кеткенмен бірдей. Жоғалтқан уақытыңыз азды көпті өміріңізде эффективті түрде өзгеріс алып келумен ақталмақ. Бірақ негізгі нәтиже уақыт емес, өміріңіздегі өзгеріс екенін ұмытпаңыз. Бірақ кейбір адамдар уақыт кетіргісі, ештеңесі өзгерткілері келмейді. Сол себепті нақты нені қалайтыныңызды анықтап алыңыз. Мен өмірімді өзгерткім келеді және бұған уақыт керектігін білмеймін. Жоқ, шындығында мен ештеңені өзгерткім келмейді. Жай ғана ғаламторда шарлап отырмын. Кейбір адамдар өзін өзгерту үшін сырт келбетін, киіну стилін, шаш үлгісін өзгертіп жатады. Мұның біраз көмегі де бар. Бұл мен ойымша өзіңізге деген сенімділікті үдете түседі. Бірақ ең қарапайым жол ретінде мен өз басым өзіндік ішкі ойлау жүйесін атар ем. Адам ойы ұшқыр, ой тау тасты қопарады, су тасыды, айналаны гүлденер де алады. Ұлы бабамыз айтқандай, өзіне сен өзіңді алып шығар. Дұрыс ойлау жүйесі. Орысшалап айтар болсақ, позитивті ойлау көп нәрсеге қол жеткізеді. Мәселен, біз жақсылықты ойлап жүрсек, көңіл күйімізде көтерілер еді. Осыдан жүзімізде ажарлана түспек. Ажарлы адам кез келген іске зор ынтамен кіріспек.